Мына алдарыңызда жатқан дым пайдасы жоқ сеп-семіз зат не десеңіздер, ол өз әлемнен шығып келе жатқан мен. Ұйқымнан тұра сала мен сабаққа барайын деп шештім, бірақ бүгін демалыс екені есіме түсіп, сабаққа барудың керегі жоқ екенін түсіндім де қайта өз әлеміме кеттім. Арада бірнеше жыл өткеннен кейін ұйқыдағы жынды атағына ие болып, орнымнан қозғалдым. Жуынатын бөлмеге келіп, тісімді жуайын деп жатқан кезде, бүгін демалыс екен және тісті жуып керегі жоқ екенін түсіндім де тісті жумай-ақ қойдым. Жуынатын бөлмеден шыққаннан кейін мен өзімнің үшінші үйіме қарай бет алдым, яғни кухняға. Ең алдымен менің көзім түскен зат ол әрине холодильник. Холодильниктен ішінен мен өзімнің күнде жейтін соленый огурцымды алдым. Біреу емес, тіпті қатарынан екеуін. Огурцымды алып жейін деп жатқан кезде дүйін дұрыс адам таң атқаннан кейін су ішу керектігі есіме түсті. Содан кейін менің алдымда екі выбор болды. Яғни ол су немесе сок. Әрине бүгін демалыс болғандықтан мен су ішіп бастадым. Ойнап айтам, сок. Грушаға ұқсайтын асқазанымды толтырып алдым да өзімнің бөлмеме бет алдым. Орындығымды қойып алып, мен ұзақ ойланып бастадым. Яғни демалыста не істеуге болатыны. Бірнеше ғасыр отырып, менің ойыма өзімнің үйімді неге жаңа жылға әдемілеске деген ой келді. Түрлі түсті ұзын бірдеңелерді алдым да өзімнің рабочий столыма барып лақтырып жібердім. Және бұл ешкім ойлап таппаған әдемілеу способы. Осыдан кейін мен өзімнің киімімді киіп далаға қыдырып келуге кеттім. Және есікті ашайын деп жатқан кезде менің ойыма менің қалтамда және үйде ешқандай ақша жоқ екені есіме түсті. Өмірден түңіліп, өзімнің бөлмеме қарай, яғни өзімнің бүткіл өмірімді өткізетін диванға қарай кеттім де ойланып ұйықтап кеттім. Короче айтқанда, демалыс.